Маркетингте маған өте қатты ұнайтын нәрсе бұл гипотезаларды тексеру. Мүмкін естіген де шығарсыз, мүмкін білетін де шығарсыз. Хади цикл дейтін нәрсе бар. Мысалы, сіз балалық шақтан армандап келе жатқан бір ойыңыз болса, яғни бір бизнес ашатын, немесе сіз душқа түсіп жатқан кезде бір crazy идеяңыз келсе, немесе ұйықтайын деп жатқан кезде, менің достарымның бәрі осымен айналысып жатыр, мен де айналысып неге жасамасқа деп ойланып жүрген болсаңыз, хади цикл бұл сіздің гипотезаны, яғни сіздің идеяны тексеретін идеальный нәрсе. Ғана сіз просто осы циклмен өтіп қана шығасыз, болды. Ең бірінші, сіздің гипотеза дайын, яғни оны құрастырасыз. Мысалы, мен қазір егерде осылай видео түсірсем, мысалы, менде подписчик саны көбейеді деген, мысалы, гипотеза болуы мүмкін. Енді осыны мен әрекетке көшіремін, яғни осы видеоларды түсірем. Одан кейін ол видеоларды Инстаграмға салып қоямын. Содан кейін мен оның нәтижесін бақылаймын. Егерде анализ жасағанда бұл нәрсе дұрыс жасалған болса, яғни сәтті шықса, осы нәрсені мен көбейте беремін. Яғни масштабирование жасаймыз. Екінші жағдай, бұл сәтсіз шығатын болса, жұмыс жасамаған болса, онда сол жерде кеткен қателіктерді дұрыстап келесі циклға өтеміз. Осылай сіз кез келген нәрсені жақсарта аласыз. Яғни бұл дегеніміз жалпы күніне ең кемінде 1%-ға өсіп отыру. Аз-аздан болса да үздіксіз өсу, бұл сіздің жетістігіңіздің кепілі.